ЖД вокзалда көп па не қылып жатқан? Қыздар көп, иә. Қанша қыз бар? Не қалды? Жоқ, қанша деп отырсыңдар Рейк сағатына? жасайын деп пін. А? Рейк жасайын деп. Жоқ, рейк жасап не істеймін? Просто отырсай. Күйеу бола қылса қимапсың ғой? Жұмыс кастинг 3,5 мың минетімен. Сағат ма? 62 мың. Дауытыра 10 мың. Қыздар көп па деп отқан ғой просто. Иә, көп. Навыттарда күнде келеді де бар, күнде келеді. Ничего, күніне қанша клиенттер көп па? Иә. Сауна бар ма, сауна? Сауна ма? Сауна вызовқа да шыға бересің бе? Иә. Бар ма сауна? Сауна жоқ. Мен ондай қыздарға шіли барған емеспін ба мына жақта ЖД вокзалдағы да? Музыка қойшы. Ничего? Жігіттің сөз. Сен қай жылғысың? 95. 95? Сен ше. Мен жылым не аласың? Не ғой? Минуттер крышевать етемін бе сенде? Иә, 5 мың теңге отметка береміз. Тиіспейді. Клиентіге де бізге де тиіспейді. Вообще тиіспейді ма? Жоқ. 5 мың теңге күніне бересің бе? Айына. Каждый минутке ма или бір минутке ма? Біреуге. Бастығына береміз. Әрқайсысына? Қалмақына береміз. Қалмаған? Әрқайсысына ма? Біреуіне береміз. Жоқ, әрқайсысын ба, то есть? Иә. Оның айлығы онда 100 мың шығар. Сендер жақтан. Рахат қой оныкі. 100 мыңнан 200 мың, 300 мың, 1 миллион болады. Қыздар көп қой мына жерде, 100 қыз бар ғой. Осы ЖД вокзалдағы постоянно келем ЖД вокзалға. Қыздар тұрады. Мынаны жүрген бәрі жәлеп. Сатушы деп ойлайсың осының бәрін. Сол постоянно келем, жаңа тұрған едім, сен өзің келіп жабысатсың да, қыз бар ма, қыз бар ма депші. Келсей. Ешкім жоқ қой, ұялмасай. Көрсеңіз. Ұяламан емес. Тұра тұрсай. Кім ол сутенерларың ба? Ай, қарыз едім 3,5. Мақұл, онда сөйлесем, бір айналып келесің ба? Бір айналып келесің ба? Ей, барсылайық та. Бір айналып келесің, сөйлесеміз. Мақұл? Вот, обращаюсь в полицию, пожалуйста, уберите этих проституток из ЖД вокзала. Вот, Шымкенттің ЖД вокзалындағы қыздарын көрсетейін қалай. Мына жерде тағы қыздар отыр.